Hello peoples, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Smiles for Pupils book кітабындағы 74 және 75-ші беттегі weather тақырыбының екінші тақырыбын өтетін боламыз. So open your book and let's start. Ендеше бастайық оқушылар. Ең бірінші бізде оқушылар кітапта тұрған 74-ші беттегі ол суретте тұрған сөздердің ағылшынша атауларын үйренейік, яғни жаңа сөздер. So let's repeat after me. Менен кейін қайталаңыздар. Flood, су тасқыны. Storm, дауыл. Avalanche, тау көшкіні. Tornado, қатты құйын. Hail, бұршақ. Thunder and lightning, күн күркіреуі және найзағай. Ендеше оқушылар осы жаңа сөзге қатысты exercise number 16, 16-шы жаттығуды орындайық. Look, choose and write, then listen and check. Қара, таңда және жаз дейді. Одан кейін тыңда және тексер. Бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай жаңа өткен сөздер тұр. Сол сөздерді біз тиісті суретке қоюымыз қажет. Мысалға, A суретінде бізде thunder and lightning, күннің күркіреуі және найзағай. Келесі бізде B, ол бізде яғни тау көшкіні болып жатыр. Тау көшкінін біз ағылшынша avalanche дейміз, яғни B avalanche. Келесі C бізде, ол бізде дауыл болып тұр, дауылды біз storm дейміз. Келесі бізде D суретінде ол су тасқыны. Су тасқынын біз flood дейміз. Келесі E-де бізде бұршақ, яғни hail. Келесі соңғы бізде F, ол бізде tornado, яғни қатты құйын. So students, let's do exercise number 17. Оқушылар ендеше 17-ші жаттығуды орындайық. Бұл жерде берілгенде былай деген. Match the short dialects to some of the words in exercise number 16. Оқушылар 16-ші жаттығуға қарап, яғни суреттегі біз әріптерді жазуымыз қажет екен диалогты оқып. Мысалға, біріншісінде A-ді белгілеген, яғни A әрпін жазып қойған біріншісіне. Ол бізде thunder and lightning, яғни күннің күркіреуі мен найзағайдың суреті. Яғни диалогта сол жайлы айтылған. Диалогта аударып қарасақ, мысалға, what was that light and the noise? Бұл жарық пен шу не болды деп сұрап жатыр. B былай жауап береді. Don't worry dear, go back to sleep. Қорықпа қымбаттым, ұйықтай бер дейді. Яғни бізде жарық пен шу болса, ол бізде яғни күннің күркіреуі мен найзағай болады. Енді екіншісін қарайық. We couldn't get out of the house. Why not? There was water everywhere. Біз үйдің сыртынан шыға алмаймыз дейді. Не үшін деп сұрап тұр? Себебі сыртта барлық жерде су болып жатыр дейді. Бізде ол, яғни су тасқыны. Су тасқыны қай суретте тұр біз оқушылар қарасақ? Яғни D суретінде тұр, яғни қасына біз D әрпін жазамыз екіншісіне. Келесі үшіншісін орындайық. What did you say? I saw a big ball of snow rolling down the mountain. Сен не көрдің деп сұрап жатыр. Мен қардан домалап келе жатырған үлкен, яғни қарды көрдім дейді. Яғни дөңгеленген қарды көрдім дейді, топ сияқты қарды. Ол бізде яғни тау көшкіні, оқушылар. Ол бізде avalanche. Avalanche ол бізде B суретінде берілген. Үшке B деп жазамыз. Келесі бізде төртінші. And then what happened? Small balls of ice fell from the sky. Одан кейінше дейді. What happened? Не болды дейді. Аспаннан кішкентай мұз шарлары құлады дейді, яғни жауып жатты дейді. Ол бізде, яғни оқушылар бұршақ, бұршақ жауады, мысалға кішкентай мұз секілді, қар секілді. Ол бізде hail болады. Hail ол бізде E суретіне берілген, яғни төртінші біз E деп жазамыз. So students, let's continue. Study spot. Оқушылар ендеше жалғастырайық. Бұл жерде бізге ереже берілген, яғни can модальды етістігі. Біз оны 3-ші сыныпта да өттік. Can деген ол бізде бір нәрсені істей алу дегенді білдіреді. Яғни сен бір нәрсені жасай аласың ба деп сұраған кезде, немесе мен жасай аламын деген кезде can модальды етістігін қолданамыз. Мысалға, бұл жерде бізде сұраулы сөйлем келіп тұр. Can you open the window please? It's hot in here.
Сен терезені аша аласың ба? Бұл жерде қатты ыстық дейді, яғни ыстық дейді. Can I use your phone? Сен телефоныңды қолдансам бола ма дейді. Yes, you can. Yes, you can деген иә болады дейді. No, you can't. Болымсыз түрі жоқ, болмайды деген. Яғни бір нәрсені біз сұраған кезде біреуге осыны істесем бола ма, осыны жасай аласың ба деп біреуден өтінген кезде біз can модальды етістігін қолданады екенбіз, иә. Ол жалпы істей алу деп аударылады. Ендеше оқушылар осы can модальды етістігіне қатысты 18-ші жаттығуды орындайық. Exercise number 18. Make sentences. Сөйлем құрауымыз қажет, яғни can модальды етістігін қолдану арқылы. Оқушылар көріп тұрғандарыңыздай, бірінші сөйлемде can сөзі, яғни can модальды етістігі сөйлемнің басында тұр. Егер де сөйлем сұраулы сөйлем болатын болса, міндетті түрде canді біз алдына шығарамыз, модальды етістікті. Яғни сұраулы сөйлемде can алдына шығады. Мысалға, біріншісінде көріп тұрғандарыңыздай, can we stay at your house? Мен сенің үйіңде бола тұрсам бола ма, қалсам бола ма деп сұрап тұр. Our house is full of water after the flood деп жауап берген. Біздің үйіміз суға толды дейді, су тасқынынан кейін, яғни су болып жатыр дейді жауабы. Келесі екінші бізде тағы да сұраулы сөйлем келіп тұр, яғни canді біз бірінші жазамыз. Одан кейін бізде personal pronouns есімдіктер жүреді. You, we деген, яғни you'ды қоямыз. Яғни can you болады. Одан кейін бізде етістік send. Can you send for me an email, please? Сен маған өзіңнің электрондық поштаңды жібере аласың ба деп сұрап тұр. Келесі бізде үшінші, бұл жерде де сұраулы сөйлем, яғни can алдына шығады, одан кейін you, одан кейін етістік болады сөйлемде. Can you close, яғни жаба аласың ба деген. All the windows, please. Can you close all the windows, please? Сен барлық терезені жаба аласың ба деп сұрап тұр. Яғни сөйлемнің инструкциясына қарайтын болсақ, оқушылар can бірінші, одан кейін есімдік, мен, сен, олар дегенді қоямыз, одан кейін етістік, одан кейін all the windows, яғни нелерді, терезелерді жаба аласың ба. Please, ол бізде соңында келеді, яғни can you close all the windows, please? Келесі төртінші бізде can we leave early? Біз ерте кете аламыз ба, ерте шығып кете аламыз ба деп сұрап тұр. Осылай орындайсыздар оқушылар. The next, келесі оқушылар бізде exercise number 19, 19 жаттығу. Бұл жерде сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет. Яғни no you can't немесе yes you can дегенде can модальды етістігін қолдану арқылы. Мысалға, бірінші сөйлемде смайликке қарай сіздер оңай ғана орындайсыздар. Бұл жерде болымсыз түрі деген сөз, яғни смайликтің көңіл күйі жоқ болса, бізде ол болымсыз түрі, ал егер смайликтің көңіл күйі болса, ол бізде болымды сөйлем болады деген сөз. Мысалға, біріншінде can I go skiing at the weekend? That әкешім, яғни мен шаңғы тебуге демалыс күні барсам бола ма деп сұрап тұр. No, you can't. Жоқ, болмайды. There was an avalanche in that area this morning. Таңертең ол жерде тау көшкіні болған дейді. Енді екіншісіне қарайық. Miss, can I leave early? Miss, мен ерте кете берсем бола ма деп сұрап тұр. Ол жерде болымды сөйлем болады, яғни смайликке қарасақ yes, you can деп жазамыз. Келесі үшіншіде Mom, can I go out tonight? Анашым, мен сыртқа шығып келсем бола ма кеште дейді, яғни түнде. No, you can't болады бұл жерде. Төртіншісінде бізде can I stay in the tree house? Мен осы ағаш үйде қалсам бола ма дейді. Жоқ, no, you can't болады. So students, that's all today. If you understand my lesson, let's subscribe my channel, like and comment. Егер оқушылар сабағым ұнаған болса, түсінікті болған болса, лайк басып, комментарий жазып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Goodbye, peoples!